Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бізде кезекті қашықтан онлайн сабағымыз. Алматы облысы, Райымбек ауданы, Саржас кәсіптік техникалық колледжі, биология пәні, пән иесі Валиева Алмагүл Азатқызы. Бірінші курс, мамандығы фермер шаруашылығы. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстанда қалыптасқан экологиялық проблемалар. Сабағымыздың мақсаты Қазақстанның экологиялық проблемалары, олардың туындау себептері туралы мағлұмат бере отырып, жеке және жұптық жұмыс негізінде сыни көзқарастар қалыптастыру. Күтілетін нәтиже экологиялық проблемалар туралы жалпы мағлұмат алады. Экологиялық проблемалардың туындау себебін түсіне алады. Ой қозғау. Экологиялық проблема дегеніміз не? Экологиялық проблемалардың туындауына қандай себептер әсер етеді деп ойлайсыңдар? Яғни балалар, бүгін біз осы жағдайлар туралы сабағымызда қарастыратын боламыз. Семей полигоны, Семей ядролық сынағы еліміздің тарихында ең қайғылы парақтардың бірі десек те болады. Алғашқы атомдық жарылыс даусын 1949 жылы тамыздың 29 күні таңғы сағат 7-де естіген болатын. Семей ядролық полигоны ауданында 450-ден астам жер үсті және жер асты ядролық сынақтарды өткізудің нәтижесінде атмосфераға, гидросфераға, литосфераға көптеген радиоактивті материалдар жинақталды. Тек Семей ядролық полигонының ғана емес, соған жақын жатқан Орасан үлкен аумақтарда Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Жезқазған облыстары және Ресей Федерациясының Алтай өлкесі де радиоактивті ластануға ұшырады. Арал теңізі. Бұл проблеманың туындауына себепші болған әрине адамның әрекеті. Ұзақ жылдар бойы аралға құятын ірі өзендер Амудария мен Сырдарияның суын теңізге жеткізбей түгел дерлік астықтар, егістіктерге, мақта, күріш суландыруға пайдаланып келген. Буланушылық дәрежесі жоғары болғандықтан шөл зонасында орналасқан теңіз суының көбірек булануы оның тартылуына әкеліп соқты. Ғалымдардың есептеуі бойынша теңіз табанынан атмосфераға жылына 200 миллион тоннаға дейін тұзды шаң тозаң шығып отырады. Енді судың ластану көздері қарап отырсаңыздар, азот, фосфор, пестицидтер, улы заттар, қоқыстар мен қалдықтар, мұнай өнімдері, ауыр металдар, радиоактивті заттар. Қандай зардабы бар? Түрлі аурулар тудырады. Өнімнің сапасы төмендейді. Судың сапасы бұзылады. Фауна мен флора сиреп азаяды екен. Қауіпті ісік аурулары, сәулелік аурулар пайда болады екен. Мұнай өнімдерінен судың ластануы, гидросфераның ластануы, қоқыстар мен қалдық заттардың әсерінен судың ластануы, топырақтың ауыр металдармен ластану аймақтары Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Семей, Жезқазған. Экологиялық апаттарға көз жіберсеңіздер, жер сілкіну, көшкін, жанартау атқылау, сел тасқыны, қар көшкіні, су тасқыны, цунами, дауыл, құйын, автокөлік, ұшақ апаты, өрт. Қоршаған ортаның ластануы 4 жағдайда жүреді екен. Химиялық ластану, физикалық ластану, биологиялық ластану
және антропогендік ластану. Негізгі химиялық ластағыштарға көмірқышқыл газы, көміртек оксиді, күкіртті газ, азот оксиді жатады екен. Адамға зиянды радиация көздері: ғарыштық сәулелер, тау жыныстарының радиоактивтілігі, радиоактивті заттар, бұлардың барлығы табиғи радиация көздеріне жатады екен. Ал енді жасанды радиация көздеріне радиоактивті жауын шашындар, атом өндірісі қалдықтары, медициналық рентгеноскопия, теледидар, телефон жатады екен. Балалар, сіздерге ауызша сергіту сәті. Сіз тісіңізді жуып тұрсыз. Сол уақытта шамамен қанша литр суды босқа ағызасыз? 1 литр, 2 литр, 5 литр. Сіздің отбасы мүшелері газетті оқып болды. Ары қарай сіздің әрекетіңіз. Бірінші мүмкіндікте лақтырып тастау. Газеттерді қағаз жинайтын жерге тапсырып, сөйтіп жергілікті бөлім Жасыл әлем ұйымынан алғыс алу. Бұл менің жұмысым емес. Сіздің әке-шешеңіздің машинасы өте ластанған. Не істейсіз? Ата-анамен бірге машина жуатын жерге барып жуасыз. Таныс балдарға жудырасыз. Машинаны жақын жердегі көгалдың ортасына қойып, өзіңіз тазартуға. Түсте сіз жолдастарыңызға баруыңыз керек. Не істейсіз? Әкеңізге апарып таста деп өтініш жасайсыз ба? Аяғыңызға ролик киіп өзіңіз кетесіз бе? Еш жаққа бармауға ұйғарасыз ба? Себебі бәрібір үлгермейсіз. Сіздің сүйікті көйлегіңізді жуу керек. Не істейсіз? Қолмен тез арада жуасыз. Жууға үлкен апаңызға бересіз. Қарап отырмай іспен шұғылдансын. Көйлекті кір жуатын машинаға саласыз. Сіз сусындарды көбінесе қандай ыдыспен аласыз? Шыны ыдыс, пластика, қағаз ыдыс. Сіз салқын кеште машинада келе жатырсыз. Салқын тимес үшін сіз не істейсіз? Үйден алып шыққан шемпірді киесіз, машинаның барлық терезесін жабасыз, ата-анаңнан жылуды қосуды өтінесіз. Сізге ертең сабақта оқитын дәріске байланысты кейбір қажетті нобайларды сызу керек. Ол үшін сіз қандай қағазды пайдаланасыз? Өте жақсы, жаңа сықырлап тұрған, жазылатын блокнот, артқы жағы таза, ескі жағы жазылған. Сіз жақын тоғайға жолдастарыңызбен демалуға бардыңыз. Сізден кейін не қалды? Тамақтан қалған ыдыстар, тағы басқа қалдықтар көмілген төпешіктер қалды. Ештеңе қалған жоқ, себебі қалдықтардың бәрібір өзіңізбен алып кеттіңіздер. Еркіндікке жол берілген, сіз сыпырушы емессіз. Қалдықтарды кез келген жерге тастап, ыдыстарды ағашқа іліп, ойға келгендеріңізді істеңіздер. Егер де осы жағдайда В жауабы көп болатын болса, ондаша сіз табиғатқа дұрыс қарамайсыз. Экологияның бұзылуына жол беріп отырғандығыңызға мүмкін білмейтін де шығарсыз. Негізінде экологияны дұрыстап қорғауымыз қажет. Өлімге әкелетін радиациялық мөлшерлер. Рентген сәулесі және адамдардың, жан-жануарлардың зиянды радиациялық мөлшері. Проблемалық сұрақтар: ауылымызда, ауданымызда, колледжімізде қандай экологиялық жұмыстар, шаралар жүргізілуде? Ауаның, судың, қоршаған ортаның ластануы
болашақ ұрпақ өміріне және оның демографиялық дамуына қандай зияны бар? Болашақта эколог маманы болсаңыздар, ауыл экологиясын тазартуда қандай іс-шаралар жасар едіңіздер? Экологиялық мәселелерді шешу жолдары: экологиялық мониторинг, экологиялық технологияны енгізу, экологиялық туризм, экологиялық техниканы пайдалану, медэкологиялық баға беру, экологиялық сараптама, экологиялық таза өнім, жерді қайта түлету көгерту, қоршаған ортаға жағымсыз әсерді бағалау, экологиялық білім беру, өндіріс қалдықтарын жою. Бекіту сұрақтары: бірінші тапсырма, сұрақтарға жауап бересіздер. Екінші тапсырма, яғни сіздерде тест берілген, сол тестті шешеді екенсіздер. Рефлексия: есте сақтау керек бір маңызды мәлімет, менің көбірек білгім келген 2 мәлімет, мен білген 3 мәлімет, мен үйренген 4 мәлімет. Осы арқылы менімен кері байланыс жүргізесіздер. Назарларыңызға рахмет.